Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Эфирде Таңшолпан, ал енді бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасының халық әртісі Гүлжан Әспетова апайымыз. Гүлжан апай, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы Таң жарық болсын. Бүгін сізді Таңшолпанның студиясында көргенімізге өте қуаныштымыз. рахмет жан. Енді өзіңіз қазақ кинематографиясының алтын қорында сақталып қалған қаншама кинотуындыларда сіздің бейнеңізді көруге болады. Енді қазір Қалибек Қуанышбаев атындағы қазақ театрында жұмыс жасап келесіз. Көрерменді әлі күнге дейін қуантып жүрсіз. Енді жақында ғана Памела спектакліне 13 жыл болды. Иә. Солай емес пе? Иә. Ол спектакльдің меніңше сіздің өміріңізде бір рөл ерекше сияқты. Ол өзі, мен өзі Астанада жұмыс істеген 19 жыл болды ғой. Иә. 20 жыл болса, 19 жыл болса. Ол кезде мені жүр, Әспетова, сен маған керексің, мен сен үшін репертуар жасайым, қасымда бол деп Мамбетов ағамыз өз соңғы оны Әзекең шақырға соңғы саған репертуар жасайым, спектакль қоямызсың, қандай артист бармайды, артынан ілесіп сөйтіп келдік қой Астанаға. Енді ол кездегі театрдың жағдайы, Жақып Омаров дүние салып кетті, атынан көп ұзамай Қадыр Жетпісбаев, әртістер шашырап, театрдың кішкене бір неғыла, сондай уақыт кезінде Әзекең келді. Қайтадан әртістердің бәрін шақырып, жинап, бастарын қосып, күнде репетиция, күнде тренаж, ән айту, вокал, би, күнде спектакль, дүйсенбіден басқа барлық күндер сол Алөзов театрының несіне келді салды. Содан жұмыс басталып кетті. Ол кезде мына Сырым, Нұркен, Қуандық, Жаңғалдыбек, Асылбек, Алтынай, Шолпан марқұм өтіп кетті, қандай талантливый актриса. Айзада, қазір Алматыда өзіп жатырмын сен. Солар ғой енді мен, солар тек жүргенімді бітіріп келген кездері баяғы. Солармен көп жұмыс істеді Әзағың. Үлкендермен де көп істеді біздің Ырымкеш, кімдермен Түймахан, біздің марқұм Шәміл ағамыз қандай еді, Шәміл ағамен керемет кісілер. Сол жұмыс жүріп кетті, Әуезов театрдың жаңағы жұмыс сарынына. Сол школа, сол не ғой, сол Әзекенің несімен жұмыс жүріп кетті. Қазір Құдайға шүкір алдыңғы театрдың біріміз. Сол Әуезов театрының өзінің жаңа Асакеңдер келіп спектакль көргенде айтып жатады. Сендердің артистерің бізден де мықты деп. Енді біз оны қуанамыз, қабылдаймыз, қойыңыз Жасекеде. Жоқ, шында, молодцы. Мен айтам, Әзекең рух сөгіп кетті ғой бұл театрға. Ұлы режиссер ғой, ол кісінің жұмыс істеу методы, артистермен жұмыс істеу. Ол кісі егерде спектакль қойса, сол спектакльға саған рөл берсе, ертеңіне атақты болып шығасың, ойынасың. Ол кісінің бір қасиеті бар еді, артистің бір жаңағы бір кнопкасын баса білетінде ашылу үшін бағы ашылып кетеді да, ары қарай жұмыс істеп кетеді. Енді ол артист болуды оңай емес қой, білесіңдер ол. Әрине. Бұлай жеңіл көзқараспен қарайды артисте болу. Ол өте, былай айтсам, мен үшін трагический жұмыс. Ол өте қиын, өте ол енді түсінбеген адамға ол нағыз артист болам деген ол жаныңнан жан қалмайды, қаныңнан қалмайды, жүректен жүрек, ұйқы жоқ. Нерв жүйке тамырларың тозады, оқымаған кітабың қалмайды, ізден үстінде ана образды қалай шығарам деп, оның көйіні оны бойыңа сіңіріп, шай ішіп, тамақ ішкендей қаныңа сіңіріп, оның көйін көрерменге көрсетіп, оның көйін үйге келіп, бәрін лақтырып тастап, қайта өзің бұрынғы қалпыңа келу деген, ол көзге көрінбейтін рухани, психологический, нервно-психологический, эмоциональный жұмыс. Гүлжан апай, біз сізді кішкентай кезімізден көріп өстік, Есбелі фильмін көрдік, Бел қыздар айды көрдік. Сонымен қатар көптеген кино әлемінде салып кеткен ізіңіз айқын, әрине. Сөзің аузында жаным, мен өзімді киноактрисамын деп санамаймын. Дегенмен де сол кездері мен бірталай киноға түстім. 9 жылдан сақта. Мені Мосфильмға шақырып, Киттар қайтқанда деген ең басты рөлге түстім.
керемет, өте үлкен отзывтар болды, нелер болды, баға берді үлкен. Сонда осы Нұрғанат екеуміз, Нұрғанат мен баламды ойнап, екеуміз Чукоткада 2,5 ай болдық. Нағыз Чукоткада. Бишеналиев бар, сол балалар. Соның кейін неге Несібелі өзі мен білмеймін, кино деген бір ең құрғанда бір жар жыл түсіледі. Мен сол бір 15 күнде түсірді Несібеліні. Үйті түнделетіп, қазақ фильм түнделетіп, тез-тез түсіріп. Бірақ халық жақсы көрді. Талай елдер көшеден ұстап, жылап, бұл менің өмірім деп сөйтіп жатты. Сосын 9-шы жылдан қорық, ертегіде ақ кемпір. Фильм, спектакль дейді, еңлік кебек. Мен 30-дан асқан кезім бетіме мүлде грим салғызбай түсірден. Сондай қызық режиссер болғы кісі, марқұм жаны иманды болсын, Тұраш Ыбыраев деген кісі. Грим салғызбай тастың артына барып, боянып көзім сүрт таста дейді. Мен аға, мен сондай сұлу емеспін ғой. Жасым 30-дан асты. Тіпті анау бір Қыжыбектің өзінде де біздің Меруерттің өзін 3-4 сағат гримдайтын. Ол 17-де ол кезде. Мен 35-те маған кішкене бояйынша, ол сол даланың қызы, ол аң аулап жүрген, ол бейтіп отырған қыз емес деп, кішкене бір көзімді бояйыншы деп. Сол кездің режиссерларын айтыңызшы, қандай керемет дүние. Түк боятпай шығарады. Гүлжан апай, бұл сұрақты қойып отырғандағы себебім, енді кино саласының майталманы ретінде өзіңіз жақсы білеміз. Қазір сериалдарды көрсек, бір жасандылықты көріп отырған сияқтымыз. Көп боянады. Жалпы бояну болсын, сөйлеу дикциясы болсын, ойнау болсын, білмеймін, мен қабылдай алмаймын. Сіздің пікіріңізді білгім келіп отыр. Оның бәрі қазіргі режиссерларға байланысты. Режиссерларға бірінші кезекте. Солардың талғамына, солардың анадардан қандай не қылуына, жаңағы требование дейді ғой. Талап қоя білмейді. Жеңіл-желпі түсіреді. Мен шынымды айтсам, телесериалдың режиссерлары ренжімесін, анда-санда бір-екеу болмаса, көбісін қарамаймын. Ой, деп бүйтіп өшіріп бастаймын. Соңғы жастар да бірінен бірі көреді, шала жансар, образ жоқ, құрыс сөзін айтып шығады. Мен пилотты оқып тұрған сияқты болып көрінеді ма? Жамандайын деп отқан сөзін жаттайды да, сөзді түсіреді салады. Енді образ жасау деген ол қиын. Мен ойлаймын, мүмкін мына олар жаңағы отырып алдымен бір нені алып, режиссермен жұмыс істеп, образын түсіндіріп, сөйтсе мүмкін дұрыс болар. Олар бүгін жазған сценарийді ертең-ерте келеді, өзгертіп тастайды деп, аяқ астынан сөз жазып береді. Олар өздері жастар. Біз сияқты мастер болса екен, сразу не қылатын. Үлгеремей қалады, құр сөзін айтып, көз бақырайып тұрады. Одан не пайда? Көрермен ештеңе алынбайды. Бір айтыр әдеме кигізіп беттерін бояп қояды. Одан адам алмайды ғой, адам жүректен алады ғой, сезімден алады, ойдан алады. Әсер етпесе жүректен шығып жүрекке жетеді ғой. Бұның барлығы бір асығыстықтың салдары деп ойлаймын, өйткені бір белгілі бір телехикаяға тапсырыс беріледі, оны осы уақытқа дейін тапсыру керек, соны үлгеру керек. Енді маған ешкім ренжімесін, бірақ дұрысталу керек сияқты. Мен онша көп көрмеймін, сондықтан. Мүмкін жалпы халық көретін шығар, оларға ұнайтын шығар. Мен өзім енді актриса болған соң қабылдамаймын. Сонысына мен 52 жыл болды міне сахнада жүргеніме. 30 жыл болды ұстаздық жұмыс істегеніме. Мен бір кісідей жұмыс істедім. Артық болмаса кем емес, бүкіл жанымды салып. Біздерді алдау қиын ғой жаным, көз көріп қоямыз. Сондықтан мен кейде Турцияны көрем, Корейді көрем, орыстарды көрем, қазақтың сериалдарын онша көргім келмейді. Намысыма тиеді. Неге жігіттер жөндеп түсірмейді екен, бұл не деп. Жақсылары бар ішінен, көбінесе шалап-бұла. Ана ойнап жүрген қыздар да, ертеңіне қарасаң өздері бір керемет, бірден бүйтіп тастағандай. Балапаным ау, жаным ау, сен түкті ойнаған жоқсың ғой, түкті істеген жоқсың. Осы бұлай кірпік қадап алады қазір. Өмірде де кірпік қадап алады ғой, жарайды осындай передача, бір не болса жарайды, әдемілік. Өмірде де кірпіктерін қап, мынаның бәрі қап-қара бояу, еріндерін бүйтіп алады. Бояудың да өзінің нормасы бар ғой, жаным, шегі бар ғой. Шексіз болмайды. Ол шектен асып кеткен дүние уже адам отвращение қабылдай алмайсың. Соның кейін жаңағы шылай бір табиғи зат көргім келеді да. Табиғи. Шынайылық. Бояныңдар жандар. Мен сендерді көремін, жақсы орынды бәрі.
ну прям артық қылам деп тыртық қылып алады. Өзім бір-екі адамдарға айттым, сендер мына көз қайда айтып, екі қара точка тұрады. Көзім төңірегін ғана бояп кішкене бүйтсеңдер. Мынаның бәрін қап-қара қылады да, бір анау. Иттер бар ғой, көздерінде қара бүйтіп тұрады. Гүлжан апай, осы жастар тақырыбын қозғадық қой. Өзіңіз біраз уақыт Қазақ ұлттық өнер университетінде сабақ бердіңіз. Өзіңіздің ел таныған дарынды шәкірттеріңіз туралы айта отырыңызшы. Кіммен мақтанасыз? Алматыдан бастағам сабақ беруді. Ол кезде Әшірбек марқұм ректор болып тұрды жүргеніпті. Соны болмай шақырып келді. Оның алдында мен Әуезов театрының қасында не болды? Студия 2 жылдық болды. Сонда мен бір 8 жыл ма, сондай 2 жылдықтан бір 4 выпуск па сондай жасадым. Есімде жоқ. Ода жаңа Қиқым, Омарлар оқыды, жаңа Мейрам, қазір жүр біздің театрда. Кейін олар енді неғылып, диплом алу үшін барып институттан біреу заочно, біреу бұлай бітіріп алды. Гүлбаршан Қылышбай, қазіргі кім кинодан, телерадиодан сериалға түсіп жүр, біздің кімет анау актрисамыз атын ұмытып отқаным. Бізге келді ғой Әуезов театрынан. Көп түседі киноға. Қай киносын айтыңызшы, қай киноға түсті? Киносын айтсаңыз? Тала киноға түсті. Ылғи аналарды ойнайды. Мен толып жатыр енді, оларды бәрі қазір өсіп өніп кетті. Кейін Жүргеніпке шақырды, Жүргеніпте менің бірінші алған курсым Тоқпановпен бірге сабақ. Соңғы курсы болды, Асқар ағаның бірге сабақ жұмыс дедік, тілектес екеуміз. Оны Жалғас Толғанбаевтар бітірді. Соның кейін кімдерден, кім Арман қазір сенде, Сейтім ұмытып қазір оқыды. Бірталай енді мен есімде жоқ. Онан кейін барып тағы курс алдық, Тұңғышбаймен бірге жұмыс істедім. Ол Азамат, Назым, тағы көбі енді. Ал енді студиядан бітіргендердің бәрі көбісі облыста жұмыс істейді. Бір гастрольге барып қалсам, менен де кәрі сақал жіберген шалдар келіп апай деп келеді. Сен кім едің деймін ғой. Сонда айтады, апа біз сізден оқып едік қой, атын кім еді деймін. Сонда барып түсінем өзімнің қартайғанымда, ой, мен оқыған балдарым мынандай, мен өзімді байқамайды екен, мен сонда бұлардан да кәрі екен ғой деп. Астанадағы шәкірттеріңіз туралы айтыңызшы. Астанада ең бірінші біз мұнда келгесін кейін айлығымыз 15 000 Қуанышбаев театрында, театрдың іші суық. Енді Жүргеніпте сабақ беріп үйреніп қалдық. Әзірбайжан Бейчте сабақ берген бәрі. Соңғы барып жаңағы онда Иманғали Тасмағамбетов не болып тұрды, премьер-министр болып тұрды. Соғысқа барып, при Академия музыки Айманның несінен барып театральный кафедра аштық. Соңғы набор жасай бастадық. Бәрі Жүргеніпке кетеді, ешкім жөнді білмейді. Әйтеуір 4-5 бала келсе, бір курста 4 бала, бір курста 6 бала, менде 6 бала болды. Ол жаңағы кім мына қазір Сая Тоқманғалиева менің бірінші выпустарым. Соңғы Махаббат Чузда жұмыс істеп жүр. Сон бір балам балет, мына оперныйда ән айтады, қорқа кетіп қалды, ақшасы көп деп. Енді дұрыс қой өзі, ақша деген қазір білесіңдер. Оның кейін тағым Құрман балам қазір зам директор болып біздің театрда істейді. Бауыржан білесіңдер. Ол да әйтеуір әнші болып жүр, бір жерде әйтеуір нан тауып жүр. Талантливый балалар. Оның кейін екінші выпускым жаңағы кім болды ол? Кім болды? Таңсұлу бізде істейді, бірталай киноға түсті. Кім біздегі жұмыс істейтін әнші балам кім еді әне? Меған не болды бүгін? Енді барлығын Барлығын тізіп шығу мүмкін емес. Мен орысшада сабақ бердім. Мына Горький театрында да балаларым жұмыс істеп жатыр. Кукольный театрда да балаларым жұмыс істеп жатыр. Оперный театрда да бар, Чузда да бар. Балалардың бәрі жұмыс істеп жатыр. Енді соңғы выпускым жаңағы кімдер ғой, жаңағы Олжас Ибраев қазір, ол да административный жұмыста, қазір Министерство культурада, мына неде, мюзиклда кімнің? Астана мюзикл. Сонда жұмыс істейді. Өте табысты, жақсы жұмыс істеп жатыр. Жігіт Сұлтаны болды. Әйелі Жұлдыз бізді істейді. Расымен де барлығын тізіп айтып шығу мүмкін емес. Азамат, Әуезов театрындағы Азамат, Назым, жаңа Жалғас. Азамат сатып алдын айтып отырсыз ғой. Иә. Гүлжан апай, енді әрине барлығын тізіп шығу мүмкін емес. Енді бүгін студиямызға келіп, осындай бір әдемі әңгіме, дүкен құрғаныңызға рахметімізді айтамыз. Берілген уақыт
лезде өте шығады енді әрине таңғы уақыт оның үстіне. Және Данияр, осы орайда бар ғой, мына сұрақты қоймасам болмайтын сияқты, әйел адамның ең бастысы бақыты ол отбасы. Әйел адам болсын, ер адам болсын. Өзіңіздің ұлыңыз туралы бір немереңіз Италияда тұрады екен, сол туралы айтып отырыңызшы. Енді мен қалай деп айтсам екен, әке-шешем ауылда болды, жолдасым детдомда өскен адам. Әуезов театрында мені тағы да Әзекең, менің өмірімде Әзекең үлкен не атқарған адам. Қарагөзбен дипломымды бітіргенде ол кісі келіп көрді де мені курстың ішінен таңдап алып Әуезов театрына шақырды. Онда Әуезов театрының ең жастары Торғын, Нүкетайлар болатын. Маған жас актрисалар керек деп, сон Әуезов театрына бардым. Ол жерге барғасон басты рөлдер. Мен жалпы өмірімде мақтанғаным емес, екінші рөл ойнап көрген емеспін. Бәрі басты рөлдер. Қарагөзден бастадым, ары қарай кетті. Гүлжан апай бізге уақыт болды деп айтып жатыр. Ана жақта. Біз әңгімемізді жалғастыра береміз, бірақ қымбатты көрермен, ол әңгіме кезінде сіздерге біз жарнама ұсынамыз. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.